Үш тілім нанның ақысы. Достар, осындай ғибратты әңгімелерден қорғалмас үшін арнаға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар және де бөлісіңіздер. Жаббар бин Әбу Талибтің ұлы Абдулла ыстық күндердің бірінде құрма ағаштар бағына түсіп, ағаштардың көлеңкесінде отырады. Сол бақта қызмет еткен бір құлға түскі ас ретінде 3 тілім нан берілгенін көреді. Құл нанды аузына салайын деп тұрғанда алдынан аш бір ит шыға келеді. Құл қолындағы нанды иттің алдына қояды. Ит нанды бір мезетте жеп қояды. Құл екінші нан тілімінде иттің алдына қоя салады. Аш ит бұл жолы да түгін қалдырмай жейді. Иттің әлі де аш екенін түсінген құл соңғы үшінші нан тілімінде иттің алдына қояды. Түскі ассыз қалған құл жұмыс басына өтпекші болғанда, алыстан оны бақылап отырған Абдулла жақындап сұрайды: «Бүгін саған берілген азықтың мөлшері қандай болды?» «3 тілім нан». «Ондай болса, өзіңе неге түк қалдырмадың?» Ит өте аш көрінді, жартысына тоймас еді. «Енді өзің не жейсің?» «Ораза ұстаймын, тақсыр». Абдулла бин Жаббар құлдан иесінің аты жөнін сұрап алды. Иесіне барып құрма бағымен бірге құлды да сатып алады. Қайтып келіп, құлға бақпен бірге өзінде сатып алғанын хабарлайды да: «Сені азат етемін, осы бақты да сыйым ретінде қабыл ал», деп азаттықпен бірге құрма бағын сыйлайды. Осыны естіген ел: «Сізден асқан жомарт жоқ сірә. Ол құл итке бар жоғы 3 тілім нан берді. Сіз болсаңыз оның ақысына үлкен құрма бағымен азаттық сыйладыңыз» дегенде, Абдулла: «Күмәнсіз, ол менен асқан жомарт. Өйткені ол қолындағы барын берді. Мен болсам бір бөлігін ғана», деп жауап берген екен. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеоларда басқалармен бөлісіңіздер.